Саламатсыздарма, оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Экология және мұнай өндірістері бөлімдерімен танысасыздар. Сабақтың мақсаты. Мәтіндердегі мақсаттық аудиторияға арналған терминдер мен ұғымдарды, тілдік оралымдарды мәтін үзінділерден талдау. Оқушылар берілген тірек сөздерді пайдалана отырып, жаңа сабақтың тақырыбын анықтаңыз. Жарайсыздар оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз Семей полигоны. Бірінші тапсырма. Атаулар кестесі әдісі арқылы төмендегі кестені толтырыңыз. Семей полигоны. Невада Семей. Олжас Сүлейменов. Екінші тапсырма. Берілген суреттерге қарап отырып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Берілген суреттерден нені байқап тұрсыз? Екінші сұрақ. Полигон қай жерлерді қамтиды? Жарайсыздар оқушылар, барлық сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңіздер. Үшінші тапсырма. Оқулықпен жұмыс. Берілген суреттерге қарап мәтін құрау және тақырып қоясыздар. Бағалау дескрипторы мәтінге тақырып қояды, сурет бойынша мәтін құрайды, құрылымын сақтайды. Мәтінде сөз тіркестерін қолданады, тақырып бойынша ғылыми стиль құрайды. Грамматикалық нормаға сай жазады. Оқушылар, бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Рефлексия білім баспалдағы. Өте қиын болды, аздап қиын болды, мүлде қиын емес. Сау болыңыздар.